Баршаларыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге мектеп кезінде буфеттен сатып алатын жұмсақ осындай балалық шақты еске түсіретін коржиктардың рецептімен бөлісемін. Өте оңай, үй жағдайында жасайтын боламыз. Осындай жұмсақ болып шығады. Ешқандай да жұмыртқа, сары май қосылмайды. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Ең алдымен бөлме температурасындағы айранымызды құйып аламыз. Дүкеннің немесе қолдың айранын қолдансаңыздар да болады. Дәл қазір менде дүкеннің айраны. Оның үстіне 10 грамм болатындай ас содасын салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай реакция жүріп, осындай көпіршіп, пышылдап шығады. Сонан кейін үстіне қантымызды саламыз. Қантымызды толықтай ертуіміз қажет, сол кезде коржиктарыңыз тәтті болып шығады. Сонан кейін үстіне осылай сұйық майымызды құйып, біркелкі масса болғанша толықтай араластырып аламыз. Барлығы жақсылап араласқан соң, ең соңында ұнымыздың үстіне шамамен 1 шай қасық болатындай қопсытқышымызды салып, ұнмен бірге араластырып аламыз. Сонан кейін ұнымызды осы қоспаның үстіне, яғни айран қосылған қоспаның үстіне ұнымызды саламыз. Барлығын салып жібермейміз, шамамен 3 бөлікке бөліп саламыз. Бізде қазір айран мен қамыр илеп жатқандықтан қолымызға жабысады. Қанты көп болғандықтан да жабысады. Сол үшін де алғашында осылай қасықпен араластырып аламыз. Ең соңғы порциямызды, ең соңғы ұнымызды салғаннан кейін қасықты алып тастап, қолымызбен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай қамырымызды әдемілеп илеп аламыз. Ұныңыздың тығыздығына байланысты шамамен кететін ұнды жазып қалдырамын. Кішкене қолыңызға жабысатындай қамыр шығуы қажет. Қатты жабысатын болып кетпесін, себебі қазір біз формасын шығара алмай қаламыз. Міндетті түрде иігін қандырып 5 минуттай жақсылап тұрып илеп аламыз. Менде үстелім кішкентай болғандықтан қамырды осылай тура 2 бөлікке бөліп аламын. Және де ортасын қараңыздар, ешқандай түйіршік болмайтындай біркелкі бір тегіс әдемі қамыр шығады. Ешқандай да ұнда майда сеппей осылай оқтаудың көмегімен әдемілеп жайып шығамыз. Егер де сіздің қамырыңыз қолыңызға қаттырақ жабысып, илеуге, яғни оқтаумен жаюға көнбей жатса, онда кішкене ұн сеуіп жаюларыңызға болады. Бірақ та қатты көп ұн сеппеңіздер, өйткені коржиктарыңыз қатты болып шығады. Менде қамыр өте әдемі, идеальный шықты, сол үшін еш нәрсе сепкен жоқпын. Және де осындай кез келген формамен коржиктардың формасын шығарып аламыз. Менде қазір печенье жасайтын форма, осындай шағын қылып, кішкентай қылып жасаймын. Негізі арнайы коржиктің өзінің формасы болады. Құрметті менің көрерменім, егер менің видеом сізге пайдалы болып жатса, менің каналыма тіркеліп, подписация бөлімін басып, қоңыраушаны басып қалдырыңыз. Кез келген менің шыққан ең бірінші видеомды сіз бірінші болып көре аласыз. Мінекей барлығын кесіп алдық. Өте әдемі шықты. Қалыңдығы шамамен 1 сантиметрдей ғана болады. Одан қатты қалың қылмаңыздар. Және де одан да қатты жұқа қылмаңыздар, өйткені коржиктарыңыз дұрыс көтерілмей қаттақ болып шығуы мүмкін. Менде осындай қалыңдықта жасасаңыздар, көтеріліп әдемі болып шығады. Жиектерін осылай әдемілеп формасын дұрыстап жібереміз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Және де противенге осындай пергамент қағазыңызды жайып, арасын алшақтау етіп орналастырып аламыз. Шамамен 5-10 минутқа тындырып қойсаңыздар да болады, әдемі көтеріледі. Коржиктарымызды әдемілеп орналастырғаннан кейін бетіне осылай бір жұмыртқаны жағып шығамыз. Негізі жұмыртқа емес, айран жағуыңыз қажет. Бірақ та мен рецепті өзгертіп, осылай жұмыртқа жағып шықтым. Өйткені әдемі қызарып, пісуін қаладым. Осылай жасап шықсаңыздар да болады, немесе айран жағып шықсаңыздар да өте әдемі болып шығады. Пешіңізді алдын ала 180 градуста қыздырып қоямыз да 30-35 минутта пісіріп аламыз. Міндетті түрде өзіңіздің пешіңізге қараңыз. Дәл осылай қызартып, көтеріліп, әдемі болып шығады. Піскен кезде де өте жұмсақ болып тұрады. Егер одан да жұмсақ болғанын қаласаңыз, бетіне жылы орамалды жауып, немесе осылай қойып қойсаңыз, өзі бөлме температурасында жұмсаратын болады. Осылай беті жылтырап, әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балалық шақты, мектепті еске түсіретін коржик. Құрметті менің көрерменім, менің каналымда көптеген сан түрлі рецепттер бар. Торттардың, салаттар, тіске басар, тіптен сусындардың, шайлардың барлығының рецептін таба аласыз. Тура сіз деген рецепті табуыңыз да мүмкін. Дәл осы видеоның астына ссылкасын қалдырып кетемін. Қарап шықсаңыздар болады. Осымен біздің коржигіміз дайын. Сіздермен бірге болған Гүлсая ас болсын.